Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен бүгін сіздерге малинаны қыс мезгіліне қалай сақтау керектігін көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші, малинаны жақсылап жуып, құрғатып, тазартып алатын боламыз. Одан кейін осындай құрғақ ыдысқа аралары жабысып қалмайтындай ара қашықтықты сақтап, барлығын орналастырып шығамыз. Одан кейін морозилкаде бір 20-30 минуттай қатырып аламыз. Мен жаңа дана-дана етіп қатыру үшін ешқандай езілмеген, формасы әдемі сақталған малиналарды алдым. Енді арасында осындай сәл езілгендері болса, оны осындай жалбыздың жапырақтарымен бірге қатырып қоямыз. Яғни оны осындай пакеттерді видеода көрсетілгендей етіп, кішкене етіп кесіп аламыз да, осылай аздап малинадан және де аздап жалбыздан салып, аузын жақсылап байлап, осылай бөлек қатыратын боламыз. Осылай қатырып қойған ыңғайлы, қыс мезгілінде шайға немесе компотқа қосып ішуге өте керемет үйлеседі. Сол үшін сіздер де осылай жасап қойсаңыздар болады. Егер менің арнама әлі тіркелмеген болсаңыз, қызыл подписаться дегеннің үстін басып, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Және де WhatsApp, Instagram желілерінде осы видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне барлығын осылай дайындап алдық. Енді осының барлығын бір мешокқа салып, мұздатқышқа салып қоямыз. Біздің жаңа мұздатқышқа салып қойған малиналарымыз осылай бөлек-бөлек болып қатты. Осылай қату үшін бізге 20-30 минуттай қажет. Енді осы дайын болған малиналардың барлығын арнайы осындай пакет бар, соған салатын боламыз. Егер сіздерде бұндай пакет болмаса, қарапайым ғана 1 теңгелік пакетті пайдалана берсеңіздер болады. Тек қана ол пакетті пайдаланған кезде екеу пайдалану керек болады. Яғни біреуіне осылай салып, ішіндегі ауасын шығарып, аузын жауып, және де сыртынан тағы да бөлек пакетті кигізіп, содан кейін ғана тоңазытқышқа саласыздар. Дәл осылай жасап қойсаңыздар, қыстың күні тортты, пирогтарды әсемдеу үшін өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер.